Өте дәмді котлеттерді бірге жасайық. Магазиндегідей шұжықтардың дәмі сияқты. Өте жұмсақ, сочный болып шығады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басыңыз. Картопиямызды өз ыңғайлы бөліктерге бөліп, блендерге бәрін майдалайтын боламыз. Етімізді саламыз, тауық еті, тұзын саламыз, паприка, өз сүйікті специяларыңызды қосып, араластырып, осымен дайын болды. Енді оны сұйық майға табамызға құйып, қуыратын боламыз. Орташа отта тез әрі оңай қуырып шығамыз. Қасықтың көмегімен котлет формасын шығаруға болады. Немесе қолымызға майды құйып, котлет форманы келтіріп аламыз. Бір рет болса да осы котлеттерді жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, дәмі ерекше болып шығады. Тез әрі оңай дайындалады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Қазақ каналды YouTube арнамызда дамытайық бірге. Осымен біздің өте дәмді котлеттеріміз дайын болды. Екі-ақ заттан тұратын осы котлеттерді сіздер де жасап көріңіздер. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк қойып, комментария жазып отырыңыздар. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, міндетті түрде комментария қалдырып кетіңіздер. Маған өте маңызды болады. Мен барлық комментарияларды оқитын боламын. Ал осы котлеттердің дәмін ауыстырып көрейік. Өте жұмсақ болып шығады. Бисмилля. Прям сочный. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше сау болыңыздар.